Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мысалға, кейбір телефондарда мысалға мына так Vivo деген телефон бар. Vivo. Осыда мысалға мынандай не шығады сөйлейтін. Контакты уведомлений 0. Не істей алмайсың, жылыстамайсың. Бұны жылыстығын келсе екі саусақпен былай жылыстыруға болады екен. Экран 2 всего экрана. Экран 3 всего экрана. Мысалға бұны блокировать қойып тастасақ, мысалы телефонды ашу қиын. Экран выключен. Қосу үшін енді элемент управления. Мынандай тұратын көп көмек тұр айналасында. Аша алмайсың мысалы. Ссылки. Служба постель. Экран выключен. Заголовок. Абзацы. Проведите 17 часов 20 минут. 17 часов. Проведите слова. Символы. По умолчанию. Проведите вверх двумя пальцами, чтобы разблокировать устройство. Двух пальцами. Екі саусақпен бидайсыз блокировкадан шығады екен. Енді қараңыз бұның есін кодпен ашылады. Мен сіздер көрсетпей қояйын. Экран. Системное средство запуска. Телефон уведомлений 1. Коснитесь дважды, чтобы активировать. Өзің істемейсің. Синхронизация контактов. Бұдан қалай құтылу керек? Бұны қалай өшіру керек деген келетін болса, системное средство запуска. Жаңағыдай бетей саусақпен жылыстасыз. Сенден өшірден мысалға жерде настройкаға кіресіз. Басқаға кіріп кетеді. Байқамай болсасын. Системное средство. Настройки уведомления. Екі рет басу керек настройки. Мен енді сіздерге оңай жолын көрсете салайын. Осы жерден басып жаңа Talkback деген нәрсені іздеуге болады. Негізі настройка кіргеннен кейін де төмен қарай жылжысаңыздар, мысалға екі саусақпен жылжиды. Мына жерде яркий специальный возможность дейді тұр. Осыны басасыз мысалға. Управление. Режим ярлыки. Екі рет басамыз. Сол жерден мысалы үшін управление жестами деген нелер бәрі. Осы жерде ең соңында доступный деген нәрсені басамыз. Доступный 1. Екі рет басамыз. Доступный. Осы жерде міне Talkback деген көріп тұрсыздар ғой. Осы выключен болып тұр. Выключить бұл өшіру керек. Осыны бір екі рет басамыз. Міне қосылып тұр. Отмечено переключить. Отключен дейміз. Остановить дейміз. Остановить. Функция Talkback отключена. Отключена. Көріңіз, өстеп өшіруіңізге болады. Егерден пайдасы тиіп жатса, менің YouTube каналыма жазылыңыздар.